Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Қазақстан және жаһанда болып жатқан ескі жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арна төмендегі бір ғана лайк және подписывайтесь түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Мақпал Жүнісова қызы Мерей анасымен бірге. Отандық журналист Мақпал Жүнісова қызымен бірге екенін мәлімдеді. Мақпал Жүнісова қызы Мерей анасымен бірге түскен видеосын жазбада кейін желідегі жұрттың бәрі тақырыптағы талқылаудан тоқтамады. Әнші бұл видеоны өнер қауымдағы достарына және жақындарына бұл туралы желіде жарияламауын сұранады. Отандық журналист және радиошы Гүлмира Нәлибай осы әлеуметтік желідегі парақшаларды дәл қазір Мақпал Жүнісова мен қызы бірге екенін атап айтты. Айналайын қазағым, ән еркесі Мақпал Жүнісоваға қатысты еш жаман ойларыңыздың қажеті жоқ. Ән еркесі Мақпал қартайып шаршаған шығар. Мақпал Жүнісова апайымыздың түсініп жан дүниесінен бөлек мүмкіндігінше қолдауға тырысайық. Мерей қасындағы ешқандай кетпеді. Ол еш қайда кетпейді де. Тоқтатыңыздар деп жазды. Желіде Гүлмира Нәлибай. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.